Сәлем барлықтарыңызға. 9 сынып 1 кезең 16 есеп. 2 таңбалы 2 санының көбейтіндісі 2024 болады. Олардың қосындысы да 2 таңбалы сан. Бұл қосындының мәні нешеге тең дейді? Мына жерде 2 таңбалы сан, біреу ғана екен. Тест болса осылай 90-ды белгілей саламыз. Енді тест емес, осы есеп өзі келетін болса не істеуіміз керек? 2024-ті жай көбейіштерге шектеп жіберсек, 2-ге бөлсек 12 болды, я тағы да 2-ге бөліп жіберсек 506 болды, тағы да 2-ге бөліп жібереміз 253 болды, я 253 болды. 5 азайту 5 11-ге бөлінеді екен 23 болады екен. Енді осы жерден көбейткіштерде 2 таңбалы болу керек екен. Мысалға олардың қосындысы да 2 таңбалы болу керек. Сонда мына 88 бен мына барлығын көбейтіп жіберіп 23 дейтін болсам, онда көбейтіндісі 2024 бола береді, бірақ қосындысы 100-ден артып 111 болып кетеді екен, 3 таңбалы сан болып. 88 болмайды. Сонда мысалға 46 мен 44 керек, 46 мен 44. Ол қайдан шықты? Мына 1-2-ні 23-ке көбейтіп жібердік. Ал мына 3-ін көбейтік сосын. Ол 44 болды, мынау 46 болды. Көбейтіндісі 2024 қосып жіберсек 90 болады екен. 2 таңбалы сан, мына есепте сұраған дәл сол болады. 111 болып кетті ма мынау? 111. Ол 2 таңбалы сан емес, 99-дан үлкен. 3 таңбалы сан. Сонымен мына есеп шықты, сау болыңыздар.